Жанар, рахмет. Біз Алматы облысында міне екінші күн қатарынан Ұлы дала жорығы бәйге марафонының басы қасында жүрміз және 200 шақырымды артқа тастап, қазір Балқаш ауданына қарасты мына жерде енді айналамызда ешқандай елді мекен жоқ, осындай маңдалада, яғни 200 шақырымның нүктесі қай жерге тоқтады, сол жерге тұрақтадық. Айтпағым, жалпы командалық есепте, яғни 2 күннің қорытындысы бойынша Қырғызстан командасы бірінші орында келеді. Жаңа ғана командалар бас аяғында 19 команда жарысқа қатысқан, солар мәре сызығын кесті және осы жердегі төрешілер жалпы командалық есепті шығарды. Айта кету керек, Алматы облысының табиғаты, климаты сан алуан. Бүгін таңертең суықтау болды, жаңбыр жауды, ылғалды ауа райынан осы жарыс басталды және 50 шақырымнан кейін керісінше жағдай, яғни құмды шөлейтті жерге келдік, дауыл жаңағы бетімізді тұмшалап, осындай енді әртүрлі кедергілерді айтпағым бағындырып жатыр жарыс қатысушылары. Және енді соған қарамастан командалар әлі де жарыс жолында. Ұлы дала жорығы жарысының қызығы да, күрделілігі де осында. Енді жарыстың өзіне келер болсақ, қазір менің қасымда ұйымдастырушы топтың өкілі Сәкен Сейітханұлы бар. Және айтып берсеңіз, Сәкен, нақты екінші жарыс күні қалай өтті және жалпы командалық есеп қазір қандай? Өздеріңіз көріп тұрсыздар, 2 күннің қазір ғана қорытындысын шығардық. Енді ресми түрде айтатын болсақ, жалпы қорытынды бойынша Қырғыз Республикасы 1-ші орын, Маңғыстау облысы 2-ші орын, Ұлытау облысы 3-ші орын жалпы қорытында. Одан кейін біз енді күннің қорытындысын шығарамыз. Бүгінгі, яғни бір ғана күннің қорытындысы, 100 километрдің қорытындысы бойынша Маңғыстау бүгін жақсы өнер көрсетті. Одан кейін Қырғызстан, 3-ші Алматы. Енді бұл жерде халық, көпшілік, көрермен түсіну үшін біз жалпы қорытындыға келейік. Жалпы қорытындыға келетін болсақ, Қырғызстан командасы 2 команда алып келді ғой. Соның бірінші командасы топ бастады деп айта аламыз. Оның сыртында тағы бір жаңалық, жалпы жиын 19 команда қатысып жатса, бүгін соның 7 командасы жарыс жолынан шығып қалды. Қанша команда? 7 команда. Қазір сонда жарыс жолында қанша команда қалды? 12 команда қалды. 12 команда қалды. Тағы да бір түсінікті болу үшін айта кетейік, біз 200 шақырымды қорытындылап отырмыз. Бұл жалпы командалық есеп. Енді әр 100 шақырым сайын Ұлы дала жорығының басы қасындағы енді мамандар қорытындылап күннің үздігін анықтап отырады. Кеше мысалы Ұлытау облысы болды. Жаңа Қарағанды облысы екеуі өте тартысты бәйге ұйымдастырып, жаңа миллисекунд дейміз ғой, минуты да секунды да бірдей, сол секундтың бөлігінде ғана Ұлытау сәл алға шықты. Бүгінгі күннің қорытындысы қандай? Бүгінгі күннің қорытындысы тағы бір қайталап өтейік. Маңғыстау облысы 1-ші орын, Қырғызстан 2-ші, Алматы облысы 3-ші. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, 2-ші күні өте тартысты болды деп айттық қой. Командалар кеше соңын алып келе жатқан командалар бүгін барынша жылдамдық қосып, жарысты ширата түсті деп айтсақ болады. Енді нақтылық үшін тағы бір ақпарат, 7 командадан айтып өтейін. Қарағанды жарыстан шықпаған, Мажарстан, Татарстан, Батыс Қазақстан облысы, Иран, Оңтүстік Африка, Ақмола облысы. Эфир тізгініндегі әріптесім Жанар Меңдігерей сұрап жатыр. Неге қазақстандық командалар алға шыға алмады? Неге Қырғызстан командасы қазір топ бастап келеді? Орынды сұрақ. Бүгін Ұлы дала жорығының 2-ші күні аяқталды. Әлі алда 300 шақырым бар. Енді 300 шақырым оңай емес. Өздеріңізді көп тұрсыздар, айтып отырсыздар, ауа райы құбылмалы. Енді ауа райына қарайтын болсақ, соңғы 2 күн аптап ыстық болады деп болжанып отыр. Енді бәрін күтуге болады. Біздің командалар меніңше аттың басын тартып, аттарын сақтап келе жатқан секілді. Және тағы бір енді айта кететін жайт, мысалы біреу білер, біреу білмес, Алматы облысында өтеді және жағдайға қалыптасқан жағдай, сосын жалпы қонақтар бар, ал шетелден келген, сосын қазақстандық командалар бар, қандай жағдайлар жасалған, осындай жабайы табиғат аясында шатырлар тігіліп жатыр. Осы жердегі қыз-қыз қайнап жатқан тіршілік туралы айтып берсеңіз. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, ұйымдастырылу жағы өте жақсы деп айтсақ болады. Алматы облысы барлық мүмкіндіктерді қарастырған. Міне өздеріңіз мына жерде құмдауыт болғаннан кейін су сеуіп қойған, шаң шықпас үшін міне
киіз үй тіккен, арнайы сахналық қойылымдар болады кешке шетелдік қонақтар үшін. Жалпы Қазақстанның, Алматы облысының бай мәдениетін таныстыру үшін түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып отыр. 3 мезгіл тамақ, жатар орын. Енді бұрынғы көшпенділер өркениетін біз шетелдік меймандарға толық көрсете алып жатырмыз деп айтсам болады. Халықаралық форматта өтіп жатыр. Екінші рет былтыр көшпенділер ойынының алдында Ұлы Дала жорығы алғаш рет халықаралық форматта өтіп, алыс жақын шетелдерден қонақтар келді, қатысушылар келді. Біз оның басы-қасында болдық. Биыл енді екінші рет сол жалғасын тауып жатыр. Кейбір енді әлеуметтік желідегі пікірлерді де қараймыз. Ұлы Дала жорығы не үшін қажет деген тараптар да бар. Атқа обал емес пе, адамға обал емес пе, 500 шақырым тым алыс емес пе дейді. Ондай пікірлері бар. Енді ондай пікір айтып отқан көрермендер негізі жалпы ережесін қарайтын болса, бұл Ұлы Дала жорығы атты да адамды қинау деп есептемеймін. Өздеріңіз көріп келе жатсыздар. 10 шақырым сайын су аттар бар, аттарын суғарып алуға болады. 25 шақырым сайында өздері демалтып алуына болады. 50 шақырымнан кейін 3-4 сағат демалады. Аттарының жалпы қан қысымын, денсаулығын бәрін тексереді. Күніне сөйтіп 100 шақырым бағындырып отыр. Енді бұл біздің шабандоздарға да, жалпы аттарға да аса қиындық туғызып отқан жоқ. Одан кейін бұл халықаралық деңгейдегі спорт түрі деп айтсақ болады. Өздеріңіз білесіздер, көрші Ресейде бар, пробег деп атайды. Біріккен Араб Әмірліктерінде бар, 180 шақырым шабады. Сол секілді бұл да марафон, ат үстіндегі марафон, ережелерінде сәл өзгеріс болуы мүмкін, бірақ енді жобасы бір деп айтсам болады. Сәкен, сұхбатыңызға рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жанар, енді біз күнделікті жоғарыда айтты ғой, алда әлі 3 шақырым бар, сәйкесінше 3 күн бар деген сөз. Біз күнделікті 24 кезет арнасы арқылы осылай тікелей эфирге қосылып, соңғы ақпараттармен бөлісіп отырамыз және жаңа жалпы есептегі қорытындыны жариялау болды. Осы тікелей эфирдің мақсаты. Сөз кезегі өзіңізде. Аслан, көп рахмет. Сізден жағымды жаңалық күтеміз.